지양 갈라서 일기 толды қарачы lögüменен ери бар кебегейсіз шери бар жаралы менде бір ұшақ бұлдайықтым бұлбұршақ ада келген ұшылшақ бұлғарлықты жердеген қошу келген шағым бар тағы сонда сұрасаң текемізден жалғыз су шайнап алады су көтеріп бармасы жүдеген жерге жүргізіп үйден қырғыз кетірген мұны сонда жаннаға үрмірдің барып рысқұлдың барып азырқысын қарасаң басқасының барысын батырақ қылып салыстырсақ сонда жанағы ноғойдан қалған қызыл еме жақыпта қалған мұны. For a long time, we were part of the Soviet Union, and we were losing something from real Kyrgyz. Some traditions seemed too old, a bit strange for the new system, so they started to be pushed away. A lot of elements of ethnic identity were forbidden or were not developed. Nomadism was considered as a backward, style of life, so it was against the socialist logic. Now, after the independence, we started to revive, to remember all that, take the best of what we had, and trying to give this to the young generations. Сәлденде олимпиадалық ойындар бар емес пе, же футбол чемпионаты бар, алар абдан чоң. Бізге ошон мындай үчүнчү өлкөдөгү мамлекеттер каражаты болсо же потенциал салсы. Мисалы дүнү жүзүндө 30 миңдей этноспорт бар да, 30 миңдей улуттук оюндар бар. Ошонун баарын бириктирген бир мындай айтканда ивент, событие жок болуп атат да. То есть жанагы национальный олимпийский оюндарга окшопчу. Анан биринчи этапта биз көчмөн оюндары деп туруп, ошону алып чыгалык деп туруп, анан ошо дүнүр көчмөн оюндары жаралган да.